Так, ассалаумағалейкум деп так. В общем, бүгін бізде несушка 77-нің несушка менде 77 жұмыртқалық. Осының калибровкасын жасайтын боламыз. Настройкасын барлығын түсінікті қазақша тілмен түсіндірем. В общем, андай дополнительный датчик алдым. Осыны ртутныймен тексеріп алдым. Екеуін тексердім, екеуі ровно шығарып тұр, жақсы шығарып тұр. Қазір бізде инкубатордың ішінде 37-де 8, инкубатордың өзінің показаниясы 37-де 4. Дұрыс емес көрінді ме? Так, бірінші надан бастаймыз. Бізге установка дегенді басамыз. 37-де 8 қойдық. Так, бізде график бойынша бірінші күні мысалы үшін 39-ға қойдық. 39 болу керек. Так, қайтадан басамыз. 2 сағат сайын поворот жасайды. Мынау болды, қайтадан шығып кетеміз. Так, 37-де 5, 37-де 4 көрсетті бізде. Мына жақта 37-де 9. Мына жақта бізде қанша шкала жетпейді, получается 1, 2, 3 шкала жетпей тұр. Так, оны қайтып түзейміз. Қазір мына өшсін. Түсінікті ол үшін былай қарайын. Міне екеуінің показаниясы бір-біріне келмейді. 37-де 5, 37-де 9. Мынау бізде дұрыс көрсетіп тұр. Осыны енді мына калибровкасын жасау үшін плюс пен минусты бірге басып тұрамыз и аламыз. Так, бізде минус міне 3-те тұр. Так, бізге мынау аз көрсетіп тұрады ғой. Бізге қосу үшін плюсқа қосуымыз керек. Так, 2. Осыны 0-ге қоямыз. Егер тағы керек болса плюс қосамыз, көп болып қойып жатса минус қаламыз деген сияқты. Менің жағдайымда қазір мынау бізде 0-ге аламыз. Несушканың өзінің кнопкасы кішкене сәл-сәл. Так, келесі бізде влажностың калибровкасы ол қажет емес. Мынау S деген повороттың жаңағы 25 секунд сайын. Менде енді тауықтың жұмыртқасы тұрғаннан кейін 25 секунд тексердім, маған повороты былай жетіп тұр. Ал қазын жұмыртқасын салатын болса, қазын жұмыртқасы ауыр, сондықтан да ол оған секундын 30 секундқа мысалы апарамыз, сөйтіп тексереміз. Ары қарай мыналар уже керек емес. 38 градусқа келді міне. Міне көрдіңдер ме? 38 градус ровно болды. 38-де 1 қазір ол келеді. Егер келмейтін болса, тағы да жасаймыз. 38-де 1-ге келтіру үшін бізге тағы да плюс қосу керек. Қайтадан настройкаға кіреміз. Плюс 1 градус не қосамыз. Осылайына шығып кетеміз настройкадан. Міне 38-де 1, 38-де 1. Осылай келеді. Получается, бізде уже екеуі ровно болды. 38-де 2, мына жақта 38-де 2. Қазір мына влажность көрсетіп тұрғаны. Влажность 5 суда 17 график бойынша қоямыз. 38-де 1, 38-де 2. Міне, енді біздер бұны 37-де 9, мен 37-де 8 қоямын. Бүгін менде үшінші күн 37-де 8-ге қоямын. Ары қарай, қазір 38-де 1, 38-де 1 өзі түседі. Осылайынан туралап екеуін бірдей қылып қойып аламыз.